Сіз медитация жасауға дайынсыз. Алдағы біраз ғана минуттарда өзіңіздің бойыңыздағы барлық жаман қасиеттерді жойып, өзіңіздің кемелденген тұлғаңызға жетуге қадам жасайсыз. Сізден тек жақсы ниет және шексіз сенім керек. Сонымен тік отырып, аяғыңызды еденге тура қойыңыз. Қолдарыңызды тізеңізге қойыңыз. Бірнеше мәрте терең тыныс алыңыз. Сіздің тынысыңыз сіздің тәніңізден санаңызды алып шығып, қуатыңызды өзгертуге көмектеседі. Сіздің қуатыңыз төбеңізге көтерілді. Қуаттың санаңыздың артынан ілесуге мүмкіндік беріңіз. Сіздің тынысыңыз сіздің тәніңізден санаңызды алып шығып, қуатыңызды өзгертуге көмектеседі. Омыртқаның бойынан қуатты алыңыз да, оны барлық денеңізден төбеңізге дейін өткізіңіз. Қуатты төбеңізде ұстаңыз. Деміңізді сыртқа шығарған кезде денеңізді бос ұстаңыз. Тағы да мұрын арқылы өте терең, өте баяу тыныс алыңыз. Тыныс алған кезде қуатты омыртқа бойымен жоғары көтеріп отырмын деп елестетіңіз. Денеңіздегі қуатты миыңызға бағыттаңыз және оны төбеңізде ұстаңыз. Осы қуат санаңызға ілессін және оны ұстап тұрыңыз. Осы қуат санаңызға ілессін және оны ұстап тұрыңыз. Деміңізді сыртқа шығарған кезде денеңізді босатыңыз. Соңғы рет мұрын арқылы өте терең, өте баяу тыныс алыңыз. Сіз денеңіздегі қуатты омыртқа арқылы миыңызға апаруыңыз қажет. Кейін оны төбеңізде ұстап, тәніңізден санаңызды үшін оны төбеңізде ұстаңыз. Деміңізді сыртқа шығарған кезде өзіңізді денеңізді босатып, бос, еркін ұстаңыз. Ал енді өзіңіз отырған бөлменің кеңістігін сезініңіз. Сіз бөлменің қай бөлігінде отырсыз? Енді сіз өзіңіздің дене мүшелеріңізді кеңістікте бақылай бастаңыз. Алдымен көзіңізден бастап елестете бастаңыз. Көзіңізді кеңістіктен қараңыз. Ол қалай көрінеді? Көлемін сезініңіз. Көзіңіздің алдынан қараңыз. Сол жағынан қараңыз. Оң жағынан қараңыз. Сізге қалай көрінеді? Көлемін сезініңіз. Көзіңіздің маңайындағы кеңістікті бақылаңыз. Ал енді мұрныңызды бақылаңыз. Мұрныңызды кеңістіктен бақылаңыз. Сізге қалай көрінеді? Көлемін сезініңіз. Мұрныңыздың оң жағынан, сол жағынан қараңыз. Артынан, астынан және үстінен қараңыз.
сізге қалай көрінеді? Көлемін сезініңіз. Мұрныңызды кеңістіктен бақылаңыз. Ол сізге қалай көрінеді? Ал енді бар назарыңызды ерніңізге бұрыңыз. Ерніңіз сізге қалай көрінеді? Ерніңізді бөлме кеңістігінен бақылаңыз. Көлемін сезініңіз. Ерніңіздің оң жағынан қараңыз. Сол жағынан қараңыз. Астынан қараңыз. Және үстінен қараңыз. Ерніңіз сізге қалай көрінеді? Ерніңіздің көлемін сезініңіз. Ал енді бар назарыңызды жағыңызға бұрыңыз. Жағыңыз сіздің денеңіздің қай бөлігінде орналасқан? Жағыңыздың алдынан қараңыз. Оң жағынан қараңыз. Сол жағынан қараңыз. Және астынан қараңыз. Жағыңыз сізге қалай көрінеді? Жағыңызға бөлме кеңістігінен қараңыз. Сізге қалай көрінеді? Жағыңыздың көлемі өзгерді ма? Көлемін сезініңіз. Ал енді бар назарыңызды құлағыңызға бұрыңыз. Құлағыңыз сізге қалай көрінеді? Құлағыңыздың алдынан қараңыз. Оң жағынан қараңыз. Сол жағынан қараңыз. Және артынан қараңыз. Құлағыңызды бөлме кеңістігінен бақылаңыз. Сізге қалай көрінеді? Көлемі өзгерді ме? Енді назарыңызды толықтай басыңызға бұрыңыз. Басыңыз денеңіздің қай бөлігінде орналасқан? Басыңыздың алдынан қараңыз. Оң жағынан қараңыз. Сол жағынан қараңыз. Астынан қараңыз. Және үстінен қараңыз. Басыңыз сізге қалай көрінеді? Басыңызға бөлме кеңістігінен қараңыз. Көлемін сезініңіз. Көлемі өзгерді ме? Ал енді бар назарыңызды мойныңызға бұрыңыз.
Мойныңыз сіздің денеңіздің қай бөлігінде орналасқан? Мойныңызға бөлме кеңістігінен қараңыз. Көлемін сезініңіз. Көлемі өзгерді ме? Мойныңыздың алдынан қараңыз. Оң жағынан қараңыз. Сол жағынан қараңыз. Және артынан қараңыз. Мойныңыз сізге қалай көрінеді? Енді бар назарыңызды кеудеңізге бұрыңыз. Кеудеңіз сіздің денеңіздің қай бөлігінде орналасқан? Кеудеңізді бөлме кеңістігінен бақылаңыз. Көлемін сезініңіз. Кеудеңіздің көлемі өзгерді ме? Енді кеудеңіздің алдынан қараңыз. Оң жағынан қараңыз. Сол жағынан қараңыз. Және артынан қараңыз. Кеудеңіз сізге қалай көрінеді? Көлемін сезініңіз. Енді назарыңызды қолдарыңызға бұрыңыз. Қолдарыңыз денеңіздің қай бөлігінде орналасқан? Қолдарыңызды бөлме кеңістігінен бақылаңыз. Сізге қалай көрінеді? Көлемін сезініңіз. Қолдарыңыздың көлемі өзгерді ме? Ал енді бар назарыңызды ішіңізге бұрыңыз. Ішіңіз денеңіздің қай бөлігінде орналасқан? Көлемін сезініңіз. Ішіңізді бөлме кеңістігінен бақылаңыз. Сізге қалай көрінеді? Көлемі өзгерді ме? Ішіңіздің алдынан қараңыз. Оң жағынан қараңыз. Сол жағынан қараңыз. Және артынан қараңыз. Ішіңіз қалай көрінеді? Енді назарыңызды аяқтарыңызға бұрыңыз. Аяқтарыңыз денеңіздің қай бөлігінде орналасқан? Аяқтарыңыздың көлемін сезініңіз. Аяқтарыңызды бөлме кеңістігінен бақылаңыз. Сізге қалай көрінеді? Көлемін сезініңіз. Аяқтарыңыздың алдынан қараңыз. Оң жағынан қараңыз. Сол жағынан қараңыз. Және артынан қараңыз. Сізге қалай көрінеді?
Ал енді толықтай назарыңызды өзіңіздің сыртқы бейнеңізге бұрыңыз. Сіз қалай отырсыз? Бөлменің қай бөлігінде отырсыз? Өзіңіздің сыртыңыздан бақылаңыз. Өзіңіздің сыртыңызға шығыңыз. Бөлме кеңістігін сезініңіз. Ал енді өзіңіз отырған ғимараттың төбесіне шығыңыз. Көлемін сезініңіз. Сіз жоғары қарай алыстап барасыз. Ғимараттың көлемі өзгеруде. Ал енді сіз өзіңіз тұратын елді мекен үстінен қарап тұрсыз. Сіз әлі де алыстап барасыз. Сіз енді жер шарын толықтай бақылап тұрсыз. Жердегі мұхиттар, теңіздер, құрлықтар барлығы сіздің көз алдыңызда. Жер үздіксіз айналуда. Жерді айналған айды көрдіңіз. Сіз әлі де алыстап барасыз. Сіздің көзіңізге күн түсті. Енді күнді бақылаңыз. Оның жарығы, жылуы сіздің денеңізде сезіледі. Күннің нұрына малынудасыз. Сіз әлі де алыстап барасыз. Енді күнді айналған планеталарды көрдіңіз. Сіз әлі де алыстап барасыз. Сіз галактиканың сыртынан қарап тұрсыз. Сіз алыстаудасыз. Шексіз ғарышта қалқып тұрсыз. Айналаңыз толған жұлдыздар. Шексіз кеңістікте тұрсыз. Сіз алыстаудасыз. Сіз шексіз қараңғы кеңістікте қалқып тұрсыз.